Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәруменге бай қоспаның рецептісімен бөлісемін. Көптеген ауруларға ем, оның ішінде иммунитетті көтереді, қанды көбейтіп, қатерлі ісік ауруларын алдын алып, қан қысымын ретке келтіреді, және жүрек ауруын болдырмайды. Ең алдымен жемістеріміздің барлығын ыдысқа салып, 200 граммнан өлшеп аламыз. Барлығы 200 грамм болады. Мұнда мейіз, құрма, кептірілген өрік, кептірілген қара өрік, кептірілген инжир және грек жаңғағы бар. Барлығын үстінен жылы су құйып шығамыз. Бес 10 минутқа қалдырамыз. Одан кейін 3-4 рет салқын суда жуып аламыз. Барлық жемістерді жуып, кептіріп алдық. Енді ет тартқыштан өткіземіз. Бірінші кептірілген өріктен бастаймыз. Енді мейізімізді өткіземіз. Грек жаңғағын өткіземіз. Барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз осылай. Ең соңында бал саламыз. Енді барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл қоспаны банкіге қойып, тоңазытқышта сақтаймыз. Осымен біздің дәруменді қоспамыз дайын болды. Бұны үлкендерде, кішкентайларға, балаларға да жеуге болады. Күнделікті таңертең аш қарынға 2 шай қасықтан жеп отыру керек. Егер сіздерге менің видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.